Баршаңызға қайырлы күн сұлулар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен отбасымның, әсіресе балаларымның сүйіп жейтін пирожки рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен осындай жылы сүт қажет болады, және де су қажет болады. Алдын ала ертіп алған сары майымызды суымызбен сүтіміздің үстіне құйып, және бір жұмыртқамызды, дәміне қарай тұзын, және де шамалы ғана қантымызды дәл осы ретпен ашытқымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте дәл осы массамыздың үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, орташа тығыздықтағы қамырымызды илеп аламыз. Шамалы үстіне сұйық май қосып, осылай қолымызбен қайтарып жібереміз. Ендігі кезекте қамырымыздың ашығанын күтетін боламыз. Оға дейін арасына салатын салмасына кірісеміз. Бізге ол үшін жұмыртқа және де жусай қажет болады. Жұмыртқамызды осылай көріп отқандарыңыздай майдалап, біркелкі етіп турап алатын боламыз. Видеоны өткізіп алмай, дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Арасына салатын салмасына сіздер өз қалауларыңызша картоп, сәбіз, немесе етпен де алмастырсаңыздар болады. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Міне, осы ретпен ендігі кезекте жусайымызды да майдалап турап алатын боламыз. Дәл осы пирожкидің толық рецептін описание бөлімінде қалдырамын. Дәл сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Міне, жұмыртқамыз бен жусайымызды осылай біріктіріп аламыз. Одан кейін оның үстіне татымына қарай шамалы тұзымызды және де өз қалауларыңызша бұрыш қоссаңыздар да болады. Енді осыларды жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне, біздің өте керемет болып көтерілген қамырымыз дайын. Ендігі кезекте осылай қолымыздың көмегімен домалақтап бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Одан кейін арасына ұн себе отырып, оқтаумен немесе қолыңыздың көмегімен осылай домалақ пішін жасап, арасына салмамызды салып алатын боламыз. Міне, біздің домалақтап жайылып алған қамырымыз дайын. Енді осылай арасына өз қалауларыңызша толтырып, одан кейін ұштарын бекітіп, осылай пирожкидің пішінін жасап алатын боламыз. Міне, екіншісінде көрсетіп отырмын. Арасына мен 2 қасық салмасын салып, жан жағын ашылып кетпес үшін біріктіріп шығамын да. Міне, біздің пирожкиларымыз дайын. Ендігі кезекте осы пирожкиларымыздың үстін жұмыртқамның сарысымен барлығын біркелкі етіп жағып шығамыз да, алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Достар, міне, біздің өте керемет болып шыққан пирожкиларымыз дайын. Назарларыңызға рахмет, ал бізге ас болсын.